Ерлан мырза, бір сұраққа Тарбағатай ауданы қайта құрылды деген кеше ақпарат шықты. Енді біріншіден кеше біріккен Тарбағатай ауданының мәслихатының шешімі болды. Сол мәслихаттың шешімі бойынша Ақсуат Тарбағатай аудандары екіге бөлініп, Тарбағатай ауданы бұрынғы Шығыс Қазақстан аумағына өтеді, ал Ақсуат ауданы қазіргі құрылған бұрынғы Семей облысының ауданына өтеді. Кеше аудандық мәслихаттың шешімі. Қаншалықты құзырлы? Енді мынау территориялық жаңағы мынау бөлісуге байланысты бұл аудандарды құру жөніндегі инициатива осы мәслихаттың құзырында. Жақсы, ал енді жалпы Шығыс Қазақстан облысында бірнеше аудан құру керек деген бастама өтеді. Оған сіз көзқарасыңыз қандай? Мысалы, Самар ауданы. Енді Шығыс Қазақстан облысында Абрал ауданына жоқ, енді Шығыс Қазақстан облысына келетін болсақ, егер 97-ші жылғы шекарамен бөлінетін болса, онда Самар ауданы құрылады. Сонымен бірге менің жеке ойым Шығыс Қазақстанда шекаралық Катонқарағай ауданы мен Марқакөл ауданын қосымша құру керек. Өйткені бұл бүгінгі таңда Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің мәселесі, Қазақстанда халықты орналастыру мәселесі өте өзекті. Өздеріңіз білесіздер, қазір дүние жүзінде қандай геосаяси шиеленістердің болып жатқандығын, сондықтан шекаралық аймақтарда халықты көбейту керек. Халықты көбейту үшін міндетті түрде ауданның орталығы сол халыққа жақын болу керек.